Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізбен бірге мектебіміздің мақтанышы 11 сынып оқушысы, ғылым мен шығармашылықта жетістікке жеткен, білім мен белсенділіктің үлгісі болған Ерасыл Бауыржанұлы. Қош келдіңіз, Ерасыл. Қош көрдік. Ерасыл алтын белгі үміткері, республикалық деңгейдегі бірнеше байқаудың жеңімпазы. Жуырда 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының облыстық кезеңінде жеңімпаз атанып, республикалық кезеңге жолдама алды. Ерасылдың жетістіктері мектебіміздің мерейі. Бүгінгі сұхбатымызда оның жетістіктерінің сыры мен алдағы жоспарлары туралы білетін боламыз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте керемет. Осы жерге шақырғандарыңызға көп рахмет. Жақсы. Жалпы сіздің жетістіктеріңіз өте көп. Сіз үшін ең маңызды марапат қайсысы және неге сол марапатты ерекше деп бағалайсыз? Мен үшін ең басты марапат бұл әке-шешемнен естіген мақтаныш, яғни балам сенімен мақтанамыз деген марапат. Мен ойымша бұл әрбір жетістікке толы адамның ең басты марапаты. Ғылым мен инновация саласына қызығушылығыңыз қайдан пайда болды? Осы бағытта қандай мақсаттарыңыз бар? Ғылым мен инновация бағытында мені көбінесе ұстаздарым жетелеген болатын. Ұстаздарым ең алғаш білім көзін маған беру арқылы осы салаға өте қатты қызыққанмын, және де болашақта өмірім осыған қатты байланысты болады деген ойдамын. Өте керемет. 21 ғасыр көшбасшысы байқауы туралы толығырақ айтып берсеңіз, жеңіске жету үшін қандай қиындықтарды еңсердіңіз? Жалпы мен негізінде 21 ғасыр көшбасшысы негізіне қатты былай дайындалған жоқпын. Негізінде менің басты фокусым, басты акцентім ғылыми жобаға болған болатын. Бірақ та ғылыми жобадан өтпей қалып, үшінші орын алғандықтан қатты мұңайып түскен болатын. Бірақ та келесі күні өзім бағымды сынап, жоғарғы жетістікке жетіп отырмын. Жалпы осы сайыс өте қиын болды. Сайысқа жалпы осы аудандардан, дарынды мектептерден, мамандандырылған мектептерден өте көп оқушылар келді. Тіптен биылдың оқушылары да болды. Сұрақтары өте күрделі, дұрыстап ойлануды қажет ететін сұрақтар. Бірақ та сұрақтары жан-жақты екенін айту керек. Бір сұрақ бізде математикаға байланысты болатын болса, бір сұрақ мүлдем дене шынықтыруға байланысты болып кетеді. Бір сұрақ әскери дайындыққа болса, бір сұрақ мүлдем физиканың бір тақырыбы болып кетеді деген секілді. Сайыс жалпы өте қатты ұнады. Сайыс 2 этаптан тұрды. Бірінші этап бұл тест болды. Тестқа жалпы 60 сұрақ қойылды. 60 сұраққа жауап беру арқылы ең жоғары алған 12 оқушы екінші блиц турнирға өтеді. Соның ішінде мен екінші турға өтіп, блиц турнирге қатысқан болатым, және сол 12 оқушының ішінен ең жоғары ұпай алған 5 оқушыны республикалық кезеңге жібереді. Сол жерде мен өз бағымды сынап, өзімнің білімімді көрсете алып, сол 5 оқушы қатарына ене алдым. Өте керемет. Сіз тек оқу озаты ғана емес, сонымен қатар күршім волонтерінің мүшесі екенсіз. Волонтерлікпен айналысу сізге не үйретті? Жалпы әрбір қоғамға деген пайдам болады деген адамға волонтерлықпен шұғылдану қажет. Маған осы волонтерлықпен шұғылдану өте көп мінезімнің кейбір тұстарын дамытқан болатын. Соның ішінде қамқорлық, кішіге деген ізеттілік, үлкенге деген құрмет. Волонтерлық бұл өте керемет, өте қажет таңдағы бір салалардың бірі. Және де осы волонтерлыққа қалай айтсам болады, кішкентай кезімнен бастап айналысымнан өтуге болады, өйткені көшеде кетіп бара жатқан үлкен кісіге, қарт кісіге несін апарып беруге, тамағын апарып беруге, жүгін апарып беруге, ол тоже бір волонтерлықтың кішкентай бір көрінісі деп айтуға болады. Дегенмен осы кішкентай көріністарға өршіп дамыта алсаң, сен өте үлкен қоғамға пайдасы бар, еліміздің, немесе бір жергілікті бір жердің құрметті азаматы боласың. Өте дұрыс. Мектеп парламентінің экс-президенті ретінде қандай жобаларды жүзеге асырдыңыз? Сол жұмыстарды ішінде өзіңіз мақтанатындары бар ма? Әрине, мектеп президенті мен болдым. Мектеп президентінде 2 жылдай болдым. Тіптен 2,5 жыл деп айтуға болады. Бұл өте бір, қайтсам, бағасы жоқ тәжірибе. Мектебіміздің намысын, мектебіміз үшін деп өте көптеген жерлерге бардым. Тек қана мен емес, менің парламент мүшелерім, жас ұлан мүшелері, және де жас ұлан ұлан басында өте көп қиындықтарды еңсеріп, мектеп намысы үшін тер төккен болатынбыз.
тіптен сағат 8-ден келіп кешкі 8-9-ға дейін жүрген уақыттарымыз да болды. Өте көп жобаларға қатыстық. Олар өте жан-жақты. Бірі интеллектуалды сайыс болатын болса, бірі мектебіміздің намысын өзге мектептің алдында қорғау, яғни әртүрлі би жарыстары, КВН жарыстары болып жатады. Менің ойымша бұл мен секілді немесе басқа да оқушылардың қабілеттерін жетілдіретін бір мүмкіндіктің бірі, осы мектеп президенті болу деген. Әрине, мектеп президенті болу деген оңай емес. Сіздің ойыңызша қазіргі жастар үшін ең маңызды құндылықтар қандай болу керек? Қазіргі жастар үшін ең басты құндылықтың бірі бұл қазақилық деп ойлаймын. Дәл осы қазақ оқушыларына қазақилық, өйткені біздің жүрегіміз қазақ деп соққанымен көзіміз бен құлағымыз мына батыс жақта жатыр, Европа жақта жатыр. Сол үшін де жүрегіміз де көзіміз де қазақилық болу, яғни ең басты біздің құндылығымыз бұл қазақилықты жоғалтпау керекпіз. Еліміз үшін, жеріміз үшін күрескен ата-бабаларымыздың рухын өзіміздің бойымызда іспеттес көрсете білу керекпіз. Дегенмен осы патриоттық сезіммен қатар, және айтқандай қамқорлық, алғырлық және де білім, осының барлығы ең жоғары құндылықтардың бірі. Сіздің пікіріңізбен өте келісемін. Жалпы жас жеткіншектерге, мектеп оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Ең бастысы қиындықтарды еңсере біліңдер. Әрбір қиындық бұл адамның тұлғалық ерекшелігі ретінде дамыта түседі. Әрбір қиындық сайын сен қайтпас бір тәжірибе аласың. Ол өте күрделі қиындық болса да, өте сенің ойыңша сен еңсере алмайтын қиындық болса да, сен оны еңсере аласың. Сен осы қиындық арқылы өзіңді дамыта аласың. Оқушылар, көріңдер, біліңдер әр нәрсені. Ертең өкінбес үшін дәл қазір бәрін көру керексіңдер. Ертең мен әні көрмей қалдым деген бір сезім болмас үшін, сен жасай алмасаң да оны көре білу керексің. Көріп, қателігіңе белшедей батып, қайтадан тұрып, алға қарай ұмтылу керексің. Айтады ғой, move on forward with gerugaris деп. Яғни алға қарай барлық жетістіктермен ұмтылу қажет. Сол үшін де ешқашан қайтпаңдар. Ары қарай алдыға ұмтыла беріңдер. Сіз 11-ші сынып оқушысы, жас түлек. Алдағы уақытта қандай мамандықты таңдайсыз және өзіңізді қай салада көргіңіз келеді? Жалпы бүгінгі сәтке дейін 11-ші сыныпқа дейін мен өзімнің кім болатынымды білгем. Менің ойымша мен өзім мақсат ретінде қоғамға бір пайдалы мамандық иесі болғым келеді. Өзімді қалай айтсам болады. Сол қоғамға өте қатты тығыз байланысты, халықпен тығыз байланыста болатын, халыққа көмек бере алатын маман иесі ретінде қабылдаймын. Бұл тек қана қазір айтылып тұрған сөз емес, бұл менің өзімнің мақсатым, өзімнің жүрегімнің ішіндегі мақсатым. Және де болашақта өзім осы мамандыққа жақын бейімдеп боламын деген ойдамын. Өте керемет. Алтын белгі үміткері болу үлкен жауапкершілік әрине. Оған дайындық қалай жүріп жатыр, стрессті қалай жеңесіз? Ойланатын сұрақ екен. Жалпы алтын белгіге дайындық деген бұл күрделі емес. Егер де сен шынымен де 11 сынып бойы дұрыс оқысаң, 11 сынып бойы алтын белгіге жететіндей қылып оқысаң, онда алтын белгіні ақтап шығуға мүлдем қиын болмайды. Осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған Ұлпан Ерғалиқызы.